Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер апай. Балалар, бүгін біз зерттеу жобасына қош келдік. Бүгін біз балалар басқадай шардың қалай үрлену тәсілін басқа балаларға көрсетіп көреміз ба? Жақсы. Ал балалар, бірінші көрсетпес бұрын бүгін біз осы судың қасиетімен, судың қандай өзгеріс ішіне біз қандай қоспа қосатынымызды көрсетеміз. Ал су бізге не үшін керек балалар? Жануарға, өсімдіктерге, адамдарға. Сусыз біз тіршілік ете алмайды екенбіз. Ал жарайды, су туралы кім тақпақ айтып береді балалар? Ала мен айта ғой. Сылдыр, суға бетіңді жуылса сен ардайын, апақ бетіңнен дайын. Маша, керемет. Балалар, бүгінгі біздің тәсіліміз міне шарды зерттейміз, қалай үрлеу тәсілін зерттейміз. Ал ендеше шармен қалай үрлейміз балалар? Шарды немен үрлейміз? Ауызымен. Ауызымен көрсете қойыңдаршы. Ауызбен үрлейміз, тамаша, өте жақсы, жарайды, жақсы. Ал ендеше біз оны қандай тәсілмен көрсетеміз бүгін? Бөтелкемен шарды үрлеу тәсілін көрсетеміз, шарларны қойып қойыңдар, жақсы. Балалар, ендеше кәнекей бөтелкемен шарды үрлеу тәсілін көрсетейікші. Аламыз. Енді бұған не құю керекпіз балалар? Су құю керек. Мен сендерге ақырын су құйып берейін. Су құйайын. Суды құйдық. Ал енді бізде не бар балалар? Мынау не бізде? Лимон қышқылы. Лимон қышқылы, аздап лимон қышқылын салайық. Момент қосайын. Балалар, мына түтікшеге біз шарды не істейміз? Қоямыз. Шарды аузына кигіземіз, кигіземіз. Мен сендерге көмектесіп жіберейін. Шарды кигіземіз. Ал, ұстай қой. Мен ұстап тұрайын, жарайды. Ал, маған не саламыз балалар біз? Ас сода. Ас содасын қасықты ала қойыңдар. Бөтелкені жеу қойыпты. Ас содасын сала қой. 2 қасық сала қой. Осылай ұстап тұр. Ал, сен де осылай ұстап тұр. Сен де 2 қасық сала қой. Қойдып сал. Тағы да сала қой. Ұстап тұр. Қазір мен оны түтікшеден не істеймін? Түтікшеден алып, оны ішіне ас содасын салып, түтікшені алып, оны қайда салатын балалар? Бөтелкеге кигіземін. Өйткені бұл кигізіп беруге мен көмектесейін, балалар сендерге. Жақсы. Енді қазір бізде жақсы енгі тәжірибеміз қазір осы жерде шығады. Енді шарды жоғары көтере қойыңдар, ақырын. Көтеріңдер. Бізде шарымыз не істеді балалар? Шарымыз үрленді. Қараңдар, осы жерде шарымыз үрленді. Енді шарды біз бұл жерде не болды балалар? Нені салдық бұның ішіне біз? Бөтелкенің ішіне салдық? Не құйдық? Ас содасын, лимон қышқысын және су құйдық, қараңдар, бұл жерде жаңағы көмір қышқылы газы бөлініп шықты. Көрдіңдер ма? Газың іші толды. Ал енді балалар, бүгінгі сендерге тәжірибе ұнады ма? Өте жақсы, маған да сендердің көмектерің жақсы болды. Бүгінгі назар салып тыңдағандарыңызға, маған көмектескендеріңізге көп рахмет.